Бұл Шымкент қаласындағы нөмірі 90-шы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназиясы. Қазақстандағы 100 үздік мектеп тізіміне енген. Ашылғанына небары 10 жыл ғана болды. 2012 жылы ата мекеніне оралған қандастарымыздың балаларына арнайы салынған болатын. 2012 жылы бұл мектеп ашылды. Өзі бұл Мөлтек ауданының ерекшелігі де бар. Нұрлы көш бағдарламасы бойынша алыс жақын шет елдерден, соның ішінде Өзбекстан Республикасынан қандастарымыз қоныс аударып, осы жерде Асар деген Мөлтек аудан құрылды. Осы жерде балабақшалар құрылды, осы жерде мектептер, жаңа мектептер бой көтерді. Мынау қаладан сәл алшақтау болып жатты, қоғамдық көліктер қатынамайтын еді. Солай болса да мұғалімдер келіп жұмыс істеді, тіпті оқушылар да келді сол қаладан. Қаладан шеткері жатқан жаңа аудандағы жаңа мектеп. Әлі ұстаздар ұжымы қалыптаспаған, тіпті бала саны да аз. Осы елеусіз білім ордасын ең үздіктердің қатарына қосу міндеті тарих пәні мұғалімі Арман Орынбековке жүктелді. Әрине бір мектепті басқару, оның үстіне жаңа мектепті, жаңа ұжымды қалыптастыру ол оңай емес. Жаңа мектеп, жаңа ғимарат, ауланың барлығы жалаң, жаңағы егілген бір азғантайында ғана гүлдер мен талдардан басқа ешнәрсе жоқ. Тақтаменен бор. Сол енді әрине бір 37 компьютері бар. Сондай бір мектеп болып құрылған біз кезінде. Мектеп беделі білім сапасымен өлшенеді. Арман Орынбеков мектеп мүдірі қызметіне кіріскен сәттен бастап батыл идеяларын іске асырып реформа жасады. Ұлттық бірыңғай тестті біз дұрыс жолға қойдық ол кезде. Балалардың дайындалуына, әсіресе оның ішінде мамандық таңдауына. Одан кейінгі мынау оқушылар ғылыми қоғамын құрып, осы мектепте соның ішінде сараптап, балалардың мектепшілік олимпиадаларды өткізіп, әрі қарай сол пәнге деген қызығушылығын тағы да мына оятып, мұғалімдер бөлек тағы да жұмыстар атқарып, осы олимпиада жұмыстарының дұрыс жолға жүйеге қойдық, ғылыми жоба жұмыстарында. Жалпы ғылыми жұмыс дегеніміз, ғылым дегеніміз, ғылымның әліппесін үйретіп, танытып, қарапайым жұмыстарды зерттеуге үйретіп, зерттеу дегеніміз не деген сияқты. Мына ол кейін нәтижелерін берді, әрине біраз жылдан соң жүйелі жұмыстардың нәтижесінде оқушыларымыз республикалық дарын олимпиадасының дарын орталығын ұйымдастыруымен республикалық жеңімпаз атанды, грант алып жатыр, мысалға айтатын болсақ. Сол оқу жылын біз үлкен жетістікпен аяқтадық. Бірінші оқу жылымызды 2013 жылы, ол кезде ұлттық бірыңғай тесттің рейтингі шығарылатын еді. Біз Шымкент қаласында бірінші орынды алдық, орташа балымен және балалардың грантқа түсуі бойынша. Сол үрдіс бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Жалпы орта мектеп болып құрылдық. Одан кейін біз гимназия мектебіне айналдық. Кейін мынау 20 жыл тамызда бізге дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназиясы деген мәртебе берді. Біз олимпиадалық үздік мектеп атанып, Шымкент қаласында үздік үштікке кірдік. Өткен оқу жылында және Қазақстан Республикасының 100 үздік мектеп қатарына енген болатын тұғымыз. Қатардағы мектепті гимназия дәрежесіне көтеру үшін Арман Шымбайұлы 10 жыл бойы аянбай тер төкті. Іргелі істерінің бірі ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық. Жыл сайын 11 сынып оқушылары тестілеудің алдында өз білімдерін таразыға салады. 11 сыныптың оқушылары біздің биылғы түлектеріміз. Оқушылар қазір тест тапсырмаларына жауап беріп жатыр, өздерінің әрқайсының кітапшасына. Әрқайсының өзінің таңдаған пәндері бар. Біздің мектебімізде бұл 10 жылдан бері келе жатыр бұл үрдіс. Яғни мынау қоғамда, жалпы әлеуметтік желілерде, жалпы айтқанда тест тапсырмаларını оқушыларды сөйлеуге үйретпейді, немесе тек қана дұрыс жауапты тауып белгілеп берумен ғана шектеледі деген сияқты мәселелер көп айтылып жүрді. Бұл тест тапсырмаларының жаңағы ерекшелігі, балалар тест тапсырмасындағы дұрыс жауапты белгілеп қана қоймайды. Олар белгілеп болғаннан кейін сол дұрыс жауаптың неге дұрыс екендігін дәлелдеп береді. Бұл деген сөз жаттанды емес, шын мәнінде өзінің 11 жыл бойы мектепте оқып үйренген пәнін кез келген уақытта сұрақты талдап беруге дайын деген сөз. Осылайша әр оқушының нақты білім деңгейі анықталады. Бұдан бөлек әр 90 сайын бақылау жұмыстарын ұйымдастырады. Мұның бір ерекшелігі сұрақтарды пән мұғалімі дайындамайды. Директор оны қаладағы үздік ұстаздарға тапсырады. Екіншіден, бақылау жұмысын мүлде басқа мұғалім бағалайды.
яғни бағаны көтермелеп қоюға жол бермейді. Мынау әрбір мектепте 90-ның соңында 90-дық жиынтық бағалау деген процесс бар. Осы 90-дық жиынтық бағалау жұмыстарын біз әкімшілік бақылаумен біріктірдік. Яғни мектепте оқытылып жатқан 1-ші сынып пен 11-ші сыныпта оқушыларды түгелдей дерлік қамтып, әрине бұл үлкен жұмыс. Бұл мұғалімдердің қатысуынсыз бұл бақылау жұмыстары алынады. Ол құрастырылған сұрақтар мектеп бағдарламасына сай сол 90-да өтілген тақырыптарға байланысты құралады. Және ол бақылау жұмысын бізде мен емес, басқа пән мұғалімі алады. Мысалы, мен қазір мына жерде 8-ші Д сынып тексеріп отырмын. Бұл сыныпқа мен сабақ бермеймін. И ол жерде мына оқушылардың мысалға танымаймын ешқайсысын. Сол бақылау жұмысын ол оқушы, яғни тақырыпқа байланысты есептерді қалай шығарды, сол біліміне қарай балл қойып, яғни бағасын қорытып береміз. Бізде осылай әділ, оқушының әділ бағасы шығады, және сол сыныпқа сабақ беретін пән мұғалімінің де әділ бағасы шығады. Және өте жақсы ұйымдастырылған. Дәл солай мен де өзімнің сыныбымдағы оқушылардың білім деңгейін бағалай аламын. Әкімшілік тарапынан әрбір 90-да белгілі бір пәндерді бақылауға алады. Мысалға, тарих пенен қазақ тілі әдебиеті деген сияқты, келесі 90-да физика мен химия деген сияқты. Мұндағы өзгеріс 1-ші 90-да барлық пәннен, барлық сыныптан алынады. Ауқымды жұмыс, бірақ ол болашақ мына оқытып жатқан біздің балаларымыз үшін, оның білімін дер кезінде бағалау үшін, кемшілікті дер кезінде анықтау мақсатында мұндай жұмыс қажет деп есептеймін. Арман Орынбековтың бастамасымен жолға қойылған бұл үрдіс мұғалімнің де деңгейін шамалайды. Озат шәкірт білімді ұстаздан шығады. Өз мамандығының майталманын анықтау үшін мектепте ұстаздар арасында пәндік олимпиада өткізіліп тұрады. Атқарылып жатқан шаралар өте көп. Соның бірі мұғалімдердің біліктілігін, білімін тереңдетіп отыру бағытында өткізіліп жатқан мектепшілік пәндік олимпиада. Мұғалімдер арасында өткізіледі. Бұл олимпиаданың өткізілу мақсатының өзі бізде мына қалалық білім басқармасының әдістемелік орталығында білімді ұстаз деген мектеп мұғалімдері арасында олимпиада өтеді. Ең алдымен соған дайындық мақсатында. Екіншіден, мұғалімдердің негізгі мақсаты бұл өмір бойы іздену, білім алу. Себебі қазіргі таңда 21-ші ғасырда балаға білім беру деген ол күнделікті ізденістен және өмірдің әрбір өзгерісіне ілесіп отырудан тұрады. Сол себепті біздің мектепте 1-ші 90-нан кейін демалыс кезінде мұғалімдер арасында пәндік олимпиада өтеді. Ол пәндік олимпиада негізі мұғалімнің білімін тексеру мақсатында тестілеуден тұрады бірінші кезең. Одан кейін осы 2022 жылы аттестаттау ережесі өзгерді. Соның бір құрамдас бөлігі эссе жазу. Енді біздің мұғалімдер ол жазбаны, осы эссені осы мұғалімдер олимпиадасында да жазады. Білім сапасын тереңдетуге бағытталған жүйелі жұмыстар үздік оқушылар шоғырын қалыптастырды. Арман Орынбеков республикалық олимпиадада топ жарған балаларды қаржылай марапаттауды дәстүрге айналдырған. Бұл өзге балаларды жақсы оқуға ынталандырудың таптырмас тәсілі. 8 оқушымыз қатысып, 4 оқушы жүлделі орынды алды. Енді бұл жерде мен ол оқушыларыммен өзімнің жүлдеммен бөлістім. Маған берілген Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы деген атақ берілген уақытта жаңағы сыйақы берілген еді. Сол сыйақымен сол 4 оқушыға сыйақы тағайындап, 100 мыңнан 4 оқушыға бөліп бердім. Мен әрбір оқушы үлкен бір материалдық неге кенеліп кетпейді, бірақ еңбек етсең, осындай үлкен жетістікке жетсең, осындай сыйақы алуға болатын. Ертеңгі өмірге, үлкен өмірде сондай үлкен жаңағыдай жалақыларға қол жеткізе алатынына да ол түсіне білу керек деп ойлаймын, біле осы мектеп жасынан бастап. Үлкен жетістіктер кішкентай қадамнан басталатыны даусыз. Оқушы үшін ең қымбаты уақыт. Ол әр 45 минутын тиімді өткізіп, жаңа білім игеруі тиіс. Сондықтан бұл мектепте сабаққа смартфон енгізілмейді. Жалпы мынау біздің мектепке келген кездегі әрбір ұстаз осы мектепте жұмыс жасайтын. Оның ішінде әрине оқушылар да болады. Мектепке келген бетте өздерінің смартфондарын осы жерге өткізіп кетеді. Кейде бізде байқап жатамыз, мұғалімдер сабақ үстінде ұялы телефонмен сөйлесіп жатады, смартфон қолданып жатады.
бұл сабақ процесін бұзу деп есептеледі. Өзі небәрі 45 минуттың ішінде балалардың ойы бөлініп жатады. Сондықтан да ішкі тәртіп ережесіне сәйкес смартфонын осында келіп өткізіп кетеді. Ал енді оған қажет болған жағдайда үзіліс кезінде алып сыртқа шығып ұялы телефонымен сөйлесе береді. Арман Шымбайұлы мектеп ішін толық бейнекамерамен жабдықтаған, тіпті спорт залына да орнатқан. Мақсаты қауіпсіздікті қамтамасыз ету және бір сәтте барлық мұғалімнің жұмыс барысын бақылау. Бұл жалпы бейнекамераларды орнату, былайша айтқанда ата-аналардың ұсынысы бойынша басталды. Қолдау болды және ата-аналардың тарапынан үлкен демеушілер табылды. Осының әсерінен біз мектептегі барлық оқу кабинеттеріне өздеріңіз алдарыңызда көріп тұрғандай бейнекамераларды орнаттық. Әрине бұл дыбыссыз, өзінің сақталу мерзімі бар. Ешкімнің рұқсатынсыз бұның барлығы таратылмайды, берілмейді әрине. Және мектеп басшысы ретінде мен де ұялы телефонынан кез келген жерде, кез келген қалада мектептегі процесті, осы жұмысты, оқу процесінің барлығын толық қадағалай аламын. Мысалға айтатын болсақ, сабақ процесі қалай жүріп жатыр? Сабақ уақытысында басталып жатыр ма, уақытысында аяқталып жатыр ма? Кейде сабақ процесінде 45 минут бойы мұғалім орнынан тапжылмай, тұрмай отырып алатын мұғалімдер. Енді ол мұғалім болса өзі, бастауыш мұғалім мысалға айталық. Ол балалармен жұмыс жасау керек, сонда ол түсіндіру керек, көрсету керек. Немесе дене тәрбиесі сабағындағы мұғалім балалармен бірге ойнау керек, көрсету керек. Мысалы, мына жерде топқа бөліп оқытып отыр, мысалға айтатын болсақ деген сияқты. Міне осындай процестерде міне мұғалім тұрып орнынан жүріп. Ас дайындау процесі қалай жүріп жатыр? Қолғабы бар ма? Қандай жағдайда? Яғни санитарлық талаптар сақталып отыр ма? Бұл қауіпсіздік мақсатында ең бірінші қажет деп есептеймін. Бұл әрбір Қазақстанның мектебінде болса, әрбір балабақшада болса, нұр үстіне нұр болады, керемет жағдай болады. Ашылғанына 10 жыл ғана болған мектептің қысқа уақытта жеткен жетістіктері аз емес. Білім ордасы Қазақстандық Гиннестер кітабына енген. Бұл жолы шебер ұстаздар мен оқушылар мектептің мәртебесін асырыпты. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі тұрған тайқазанның дәп-дәл көшірмесі. Бұл тайқазанды технология пәні мұғалімдері мен мектебіміздің оқушылары жасады. 1,5 жылдай уақыт кетті әрине оған. Түгелдей 7 түрлі ағаштан жасалды. Енді бұл тайқазанды жасап болғаннан кейін сол технология кабинетіне шығару қиындау болды. Терезені бұзуға тура келді. Әрине біз ол терезені кейін қалпына келтірдік. Болғаннан кейін 19 қыркүйек күні Түркістан қаласына Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне біз тайқазандардың көрмесі бар, тайқазан күні деп аталады. Сол жерде көрмеге жеткізіп, сол үлкен кесененің залында жаңағы тайқазан тұрған жерде 7 айдай уақыт тұрды. Кейінгі уақытта мынау Наурыз мерекесіне орай Қазақстанның Гиннестер кітабына енді Наурыз көжесін таратты осы тайқазанның ішінен. Енді алдарыңызда Есік қаласынан табылған, қорғаннан табылған алтын адамды осы арбаға мынау тұрғызып қойып, алтын адам шауып баратқандай бір көріністе көрсетіп қойып отырмыз. Бұл дүниенің барлығын тағы да жаңа технология сабағында мұғалімдер мен оқушылар жасақтап шықты. Бұл еңбек үйірмесінің жемісі. Балаларды жан-жақты дамыту үшін мұнда үйірменің 29 түрі бар. Қаладан алшақ жатқандықтан балалар физикалық тұрғыда қалаға қатынап, спорт үйірмелеріне, өнер үйірмелеріне қатысы алу мүмкіндігі жоқ еді. Сондықтан біз басқармаларға тікелей өтінішпен шығып, мұнда өнер үйірмелерін аштық. Қобыз, флейта, фортепиано, футбол, күрес, үстел теннисі, тағы басқа. Домбыра үйірмесі мына мектеп ашылғалы 2012 жылы ашылса, біз 13 жылдан бастаған болатын тұғымыз. Балалар осы үйірмеге қатысып, мына тек қана домбыра емес, мұнда мынау баянда тартып отқан оқушыларымыз бар, баянда қатар бірге жүреді. 2013 жылы УБТ-дан балалар жақсы жетістікке жеткен үшін сыйақы, біздің басшымызға сыйақы берілген. Соны осы үйірме жұмыстарына арнап балаларға жаңғақтан жасалған қымбат домбыралар алды. Біз 2015-2016 жылдардан бастап абай оқуларын ұйымдастырдық. Яғни акт залына өздеріңіз көргендей 400-ге дейін, 500-ге дейін балдар жиналып,
абайдың бірінші қара сөзінен бастап сол жерде оқылым болады, соған қатысты көрініс көрсетіледі, талдау болады, соны балдардың барлығы естіп отырады. Жылдың соңына дейін ол бейсенбі сайын жүріп отырады. Дүниеде еш нәрсе менсіз қанетке жетпей тұғынның. Әуелі өзіңді білуге ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Бастауыш сыныптарда бізде бар еді оқушыларымыз, 45 сөзін жатқа айтып бере алатын оқушыларымыз да бар еді. Әрине бәрі емес, сондай оқушыларымыз да бар еді. Олар жеңімпаз атанып, Семейге, Абай еліне барып, саяхатқа барып та келді. Спорт, өнер салаларынан бөлек, кей мектептерде кездесе бермейтін дебат, журналистика үйірмелерде ашылған. Тіпті оған қажетті арнайы студия жабдықталған. Бұл жұмыстар әрине тікелей мектеп директорының мұрындық болуымен іске асып отыр. Құрметті дебатшылар қауым, бүгінгі ойында істеп көріп отқан өте қатты қуаныштымын. Меніңше бүгінгі қарар бұл палата жеке меншік мектептерді жабады. Тиісінше үкімет тарапының лидерін Айнекеш ортаға шақырамыз. Сізге беретін уақыт 4 минут, уақытыңызды барынша тиімді пайдаланыңыз. Дебат үйірмесі негізінен түрлі форматтардан тұрады. Форматтар ол американдық парламенттік формат, британдық парламенттік формат, Линкольн Дуглас форматы. Американдық парламенттік форматта біз негізінен үкімет және оппозиция деп екіге бөлеміз. Ол үкімет сол берілген қарарды, яғни палата сол қарарды жақтайды, тиісінше соған өзінің дәйектемелерін келтіреді. Ал оппозиция тарапы дәл осы қарарға қарсы шығып өзінің позиционеріне бірге қосылып өтетін болады. Сәлем, эфирде Арнас Тайжанова. Бұл сіз білесіз бе бағдарламасы? Сіз білесіз бе? Тұрғындар саны 25 адам болатын Рамштейн қаласы мәртебесі, яғни Люксембургтың қолдауымен 14 ғасырда берілген. Бұл жерде балалардың сөйлеу дағдысы, ең алдымен содан кейін камерамен жұмыс. Біз енді қазір жергілікті телеарналармен де жұмыс жүргізудеміз. Отырар телеарнасының жас толқын бағдарламасында қазір біз сіз білесіз бе деген айдарын жүргізіп жатыр. Осындағы 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар аралығындағы оқушылар, біздің жас журналистер үйірмесінің қатысушылары, оқушылар өте белсенді, болашақта журналист болғысы келеді барлығының да. Мына жерде біздің мектепте қарап отқандарыңыздай балдарға алдарына мына логикалық ойындар беріліп отыр. Балалардың ой қабілеттерін дамытуға байланысты. Мысалға, мына оқушыларымыз мына жерде ойын ойнап отыр. Бұл жерде әр қайсысына мына арнайы карточкалар беріп отыр. Осы карточкаларға қарап, осындағы суретті бұлар алдындағы мынау қорапшаға мына кішкентай кубиктер арқылы тура соның екінші көшірмесін жасап үлгеру керек. Кім көбірек дұрыс құрастыра алады? Мына оқушымыз екеуін құрастырып қойды мына қазір. Енді үшіншісіне көшті деген сияқты. Арман Шымбайұлының тағы бір бастамасы сол қолмен жазу жобасы. Жоғары сынып оқушылары сынып сағаттарында ұдайы сол қолдарын жаттықтырып шығарма жазады. Сол қолмен жазудағы мақсат мынау оң жақ мидың бөлшегін жұмыс ету мақсатында жазылып отыр. Сол қолмен жазудың тағы да бір пайдасы, бұл кеңес үкіметінің ғалымдарының кезінде балалар мынау тілінің кемістігі бар оқушылар, мысалға сақаулық болады, кейде мысалға айтатын болсақ, мынау жатар алдында сол қолмен бір бетті толтырып, көшіріп, мәтінді көшіріп жазып отыратын болған. Бұл да өз пайдасын тигізіп отырған. Адамның оң мен жарты шары ақпараттарды сол беттен алады, сол құлақ, сол қол, сол аяқ секілді. Сол арқылы адамның физиологиялық денелерінің дамуы сол денелерге жауапты жарты шардың дамуына да алып келеді. Сол арқылы сол қолмен жазатын адамдардың оң мен жарты шары да сол мен жарты шары дамиды. Мектеп ішінде балалардың бос уақытын қызықты әрі пайдалы өткізуге арналған үйірмелер болса, сыртта қоянхана мен жылыжай жабдықталған. Бір кездері тап-тақыр топырақ болған аула бүгінде алуан ағашқа толы. Жап-жасыл желекке қарап, Арман Шымбайұлының шаруашылық шеберлігіне тәнті боласың. Біз мектептің айналасын көгалдандыруды мынау бөлмедегі раковинаның суымен бастағанбыз. Сөйтіп көгерткен болатын тұғымыз. Мына мектептегі жылыжай өзі 3 сотық жерді құрайды. Мына парник деп айтып жатады. Бұл жерге біз қызанақта, қиярда өсірдік. Түрлі мына салаттың түрлері бар. Лимон да егілді. Енді бұнымен айналысатын арнайы бағбан бар мектептің штатында. Ал осы жылыжайларда өсірілген
мынау шыққан өнімді әсерінен біз мынау көп мектепке дүниелер жасап шығардық. Соның пайдасынан. Өздеріңіз мектепке кіре берсе қандай бір әдемі сәнді жаңағы нелерді, мектеп туралы ақпараттарды қойып жасап. Соның барлығы осы жылыжайдың пайдасынан келген дүние. Мектепте 2012 жылы біз тамыз айында осы мынау арнайы балаларға және мынау биология пән мұғалімдері үшін осы арнайы қоянхана жасадық. Қазір міне көріп отырсыздар, көжек деген міне барлығының көжектері бар. Барлық жаңағы қоянханаға қатысты құрылыс ережелерін сақтап, арнайы жасақтап, қояндарға берілетін өздері дәрі-дәрмектерін барлығын беріп, санитарлық талаптарды сақтап, осы мынау бір жылға жуық міне келе жатыр, қояндар көбейіп жатыр бұның. Асханадан шыққан қабықтар, қалтықтар, тағы басқа осылардың барлығы беріледі. Бұл да бір мектеп үшін бір үлкен бір кішкентай бір биологиялық бір орталық болып тұр, қызықты оқушылар үшін. Ертең мынау котельныйдан жылуды қосып, сонда бөденені асырауды қолға алсақ деп отырмыз. Өйткені онда 1000-нан астам немесе 2000-ға жуық жалпы бөдене ұстауға болады ол жерде. Ертең сол бөдененің жұмыртқаларын, яғни мынау мектепте барлық сол санитарлық талаптарды сақтай отырып, оқушыларға асханада берілсе деген сондай бір мақсат қойып отырмыз да. Өйткені бұл бірінші кезектегі баланың денсаулығына пайдалы. Арман Орынбековтың ұстаздық қызметіне 27 жылдан асып барады. Директорлықтан бөлек тарих пәнінен сабақ береді. Яғни Мұхаммед пайғамбар қазіргі христиан жыл санауынан бастап есептейтін болсақ, 622 жылы Меккеден Мединеге көшті. Көшу, қоныс аудару, хижра деп аталады. Сондықтан ислам әлеміндегі жыл санау қалай аталады екен? Хижра жыл санауы. 10 жылдай уақыт болды мына ұлттық бірыңғай тест орталығында тест тапсырмаларын құрастыруға қатысып келе жатырмыз, дайындауға. Дүниежүзі тарихы, Қазақстан тарихы, адам қоғам пәндері бойынша. Ол үздік ұстаз, үздік педагог, үздік мектеп директоры байқауларының жеңімпазы, 23 оқу әдістемелік құралдардың авторы, мұғалімдермен бірлескен зерттеу жұмыстарының жетекшісі. Мына кеше біз соңғы кітабымыз, мынау 85-ші кітабымыз, мынау Іргебаев Ғылымбек және менің авторлығымен шыққан еңбегіміз 1000 данамен мынау Алматы қаласында баспаханадан шығардық. Кез келген тарихшының, тарих пәні мұғалімінің қолында бітірушілерге, колледж, жоғары оқу орны студенттеріне арналған әдістемелік құрал. Ақыл үйретпес бұрын, кеңес айтпас бұрын, мен ойлаймын мектеп басшысы бірінші өзі көрсетеді керек. Бізде магистрлер бар әр мектепте. Осы магистрлердің үнемі жаңағы ғылыми жобаларға жетекшілік етуіне және де өздерінің ізденуіне байланысты түрлі шаралар өткізіп отыруда. Ол кісі үнемі жаңағыдай жоспарлы түрде біздің мектеп жоспарына енгізіп отырады. Бұл да ол кісінің бастамасы. Оқи алмайтын оқушы болмайды, оқыта алмайтын мұғалім болады. Немесе тәрбие бере алмайтын ата-ана болады деп айтып жатады мысалға. Мағжан Жұмабаевтың педагогикасында айтылады, Иран елінің мәтелін. Егер баланы белгілі бір жаңағы кемшіліктер үшін, тағы басқа бір жағдайлар үшін баланы жазалаудың қажеті жоқ. Оны тәрбиесін жазалау керек дейді. Өйткені оған тәрбие беріп отқан сол тәрбиесі дейді. Ал бала ол енді дүние таным қалыптасып келе жатқан адам, дүниені енді танып келе жатқан оқушы, мектептегі мысалы оқып келе жатқан. Сондықтан да әрбір оқушының өзінің бойында икемділігі, қызығушылығы болады. Біз мектепте сол қасиеттерді ашу керекпіз. Егер мұғалім өн бойына, өз ісіне, шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті жинақтаса, ол нағыз кемел ұстаз дейді Лев Толстой. Арман Шымбайұлының әр ісінен балаға деген қамқорлықты көресің. Оның бастамалары саналы, білімді, әрі жан-жақты тұлға өсіріп шығаруға бағытталған және оның нәтижесін қазір әр бала сезінеді. Себебі олар Қазақстандағы 100 үздік мектептің бірінде білім алуда. Нағыз ұстаз ол барлық уақытта кез келген жерде қадірлі адам. Мықты ұстаз ол ешқашан өзінің беделін түсірген емес. Ол
әрқашанда қоғамда сыйлы азамат.